Балалар, қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Әдебиеттік оқу сабағымыздағы ортақ тақырыбымыз уақыт. Бөлімшеміз жас уақытта көңіл гүл. Бүгінгі сабақтағы балалар мақсатымыз сөйлегенде нақыл сөздерді, мақал мәтелдерді қолданып үйренетін боласың. Ендеше сабағымызды болжам жасап бастап көрейік. Сендерге балалар екі құстың суреті берілген. Бірінші суретте өздерің көріп отырғандай құстың қанаты жарақаттанған, яғни ұша алмайды. Ал екінші суретте құс биікке самғап ұшып барады. Ендеше сендерге осы екі суретке сәйкес мақалдың бірінші бөлігі берілген. Бірінші суретке сәйкес талапсыз бала, ал екінші суретке сәйкес талапты бала. Сендер осы екі мақалдың екінші жартысын табуларың керек. Ойланып көріңдер. Жақсы балалар, ендеше өздеріңді мына нұсқамен тексеріп көріңдер. Талапсыз бала жаралы құспен тең екен, ал талапты бала қанатты құспен тең екен. Балалар, бүгінгі осы мақалдарды сендерге бекерден бекер беріп отырған жоқпын. Яғни бүгінгі сабақта біз талапты бала қандай болады, неге жетеді, талапсыз бала қандай болатыны жайлы Абай атамыздың өлеңі арқылы білетін боласыңдар. Ендеше бүгін балалар Абай Құнанбаев атамыздың шығармасы, яғни өлеңі ғылымға көңіл бөлсеңіз деген өлеңмен танысатын боламыз. Ол үшін ең алдымен Абай атамызды кім еді, оның қандай жетістіктерге жеткен екен туралы біраз мәлімет беріп кетейін. Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келген екен. 1904 жылы дүние салған. Абай Құнанбаев қазақ халқының ұлы ақыны, асыл сөздің зергері болған екен. Азан шақырып қойылған аты Ибрахим болатұғын. Әжесі Зере сүйкімді де сүйікті немересін Абай деп атап еркелеткен екен. Осыдан кейін Ибрагим дейтін шын аты аталмай ел арасында Абай атанып кетеді. Ұлы ақын кішкентай кезінен анасы Ұлжан мен әжесі Зеренің ертегі, аңыз әңгімелерін тыңдап өскен. Абай атамыздың энциклопедиясы, өлеңдер жинағы, 3 поэмасы, 45 қара сөзі бар екен. Абай атамыз ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазақ әдебиеті негізін қалаған ағартушы екен балалар. Ендеше биылғы жылы Абай атамыздың туғанына 175 жыл толды. Солған орай біздің республикамызда Абай жылы атанып жатыр. Яғни түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Ендеше балалар, бүгін осы Абай Құнанбаев атамыздың ғылымға көңіл бөлсеңіз өлеңін оқиық. Ал ең алдымен балалар, осы өлеңнің тақырыбына көңіл бөлейік. Ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Ғылым дегеніміз не балалар? Иә, ғылым дегеніміз латын сөзінен аударғанда білім деген сөздің мағынасын береді екен. Олай болса білімге көңіл бөлсек, не болады екен? Осы жайлы Абай атамыз осы өлеңінде айтқан екен. Ендеше барлығымыз оқулығымыздың 78 бетін ашып, ғылымға көңіл бөлсеңіз өлеңін тыңдайық балалар. Абай Құнанбаев, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние дөзі, мал дөзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең,
Біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Тез үйрен, тез жойма. Жас уақытта көңіл гүл, деген екен Абай атамыз бұл өлеңінде, балалар. Ендеше бұл өлеңді сендерге түсініксіз сөздер жоқ деп ойлаймын. Сондықтан ары қарай осы өлеңді талдап көрейік, балалар. Ең соңғы жолдарына көңіл бөлейікші, балалар. Жас уақытта көңіл гүл. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбының өзі осы екен, е? Бұл не делінген екен? Бұл жолдардың мағынасы нені айтады? Бұл жолдар арқылы Абай атамыз нені айтқысы келген екен? Яғни, балалар, біз оқып жатқан жалпы ортақ тақырыбымыздың өзі уақыт, біз білеміз, е? Ендеше жас күніңнен, яғни біліммен сусындап, ғылымға көңіл бөлетін болсаң, яғни жас күнің деген бала бақшадан бастап мектеп жасында, яғни сен гүлге тең болады екенсің. Көңілің жайдарлы, жарқыраған гүлге теңсің деп аяқтағысы келген екен осы өлеңді Абай атамыз. Ендеше, балалар, қазір осы өлеңді қалай түсінгенімізді білу үшін оқу тапсырмаларын орындап көрейік. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазып қояйық. 17 қараша, бірінші оқу тапсырмасы. Өлеңнен Абай атаның өсиет, нақыл сөздерін теріп жазып жаттап алыңдар дейді. Ендеше, бірінші нақыл сөздері: болмасаң да ұқсап бақ, бір ғылымды көрсеңіз. Екіншісі: дүние дөзі, мал дөзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Үшіншісі: өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Төртіншісі: біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Бесінші: сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Деп атамыз осындай нақыл сөздер арқылы бізге білімге қалай көңіл бөлу керек екенін жеткізген екен, балалар. Ендесе осы нақыл сөздерді, балалар, жаттап аламыз, е? Ал қазір орындалады, өз беттерімен орындайтын оқу тапсырмамыз, яғни үйде, балалар, ғылымға көңіл бөлсеңіз деген Абай атамыздың өлеңін 78-79 беттегі жаттап аласыңдар. Ал жаттау үшін мынадай дескрипторларды басшылыққа аласыңдар. Бірінші: өлеңнің тақырыбын, авторын дұрыс айтады. Екінші: дауыс ырғағын, тыныс белгілеріне сай айтады. Үшінші: мәнерлі, толық айтады. Ендеше, балалар, бұл өлеңді жаттап, саналарыңа құйып алады деген үлкен сенім артамын. Өз өмірлеріңе жаратады деген, өмірлеріңді қолданады деп ойлаймын осы нақыл сөздерді. Осы атамыздың айтқан өсиетін. Олай болса, сабағымызды қорытындылай келе, мынадай кері байланыс ұсынғым келеді. Бүгінгі сабақ саған несімен ұнады? Неліктен? Себебі? Жақсы, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.